Так, құладым брат, құлап барам. Әлден көте. Фокс, мен бір орында тұрды. Боқ көте. Кел, мен саған фокусты алып берем. Кайф қой. Оператор. Оператор! Оператор! Вот наш Али, вот десятка заряженный. Вот, короче, достар, маған алдыңғы видеода қол шапалақ соқпаш деп айтыңыздар, енді соқпаймын. Запомните вот это мамбета. Запомните просто. Сен жоқ, твоим айтқандай байқазақ, блядь, ключ на 17. Тұра, фокус алайын. Сен өткенде дос футболка міністің ба? Кешті деген дейтін жақты, бля. Нұртұған? Мен де осыны түстім ба? Мен де осыны түстім. Сұрдан кей болайын. Спарчикон жоқ қой? Все, короче, мы готовы, сейчас снимем. Болды ма? Поста. Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге ключ на 17 каналы. Бүгін біз қандай тюнингтер жасадық машинаға, сол туралы айтып кетсек. Бірінші біз каналымыз үшін грандиозный покупкалардың бірін жасадық. Ол бізде 5-й элемент сабвуфер алдық, короче. Nice. Сабвуфер алдық және оны жалғадық. Өздеріңіз мына видеода көретін болсыздар, оны арнайы кабелін алдық, тарттық, жасадық. Біз мұны буфер алдық. Буфердің үшілікіге алдық мынаны, 2,5 теңге тұрады екен. Үшеуін бірге изолентілеп шықтық. Полностью басан аяғына дейін былай. И мына жақта бізде буферіміз тұр. Мынандай телефонға лобовойға жабыстыратын алдық телефонға. Соның ішінде буфердің өзі тұр. 1800 ваттық 5-й элемент. Осы, енді дауысын тексеріп көреміз. Буферді өзім жалғау апасым ал, сол үшін ақшасын беріп, арнайы жасайтын кісілерге істеп жатырмын. Буфер бізде усилительмен бірге, 5-й элемент қазірде бізде усилитель. Алдынан қарағанда 5-й элемент. Пока біз машинаны іші кіріп тұр, шаң сырғайлар жуамыз, орнатамыз, істейміз. Предохранительмен барлығымен предохранительді орнатамыз, аккумулятор жақта обязательно. Сол. Рульдің астымен өткіздік. Одан колонка артқа қарай кетті. Сосын магнитофонға қосылады. Оригинал ғой, братан, ә? Көк ол неге ма? Усилительге ма? Буферге. Мафон қосқан кезде буфер қосады. Мафон ашса буфер өшіп қояды. Управление, короче, команда, короче. Питание аккумулятордан барады. Питание. Мына жерде суммасы шығады.
65 мың теңгеге буфер алдық. Пятый элемент 1800 ваттық орнаттық. Конкретно ұрып тұр. Так, екінші тюнинг ол бізде қалай айтсақ болады, подсветка на ноги деймін. Мен бұны қалай орнатқанымды түсіндірейін. Менде мынау пульт. Бізде мұнда блок орналасқан. Ашық жатыр қазір. Мына блок негізі прикурительге тығылу керек. Мен прикурительдің артына, мында осының артынан алдымда мында екі провод плюс минусты жалғап қойдым. Мен мысалы қазір қосамын. Міне қостым. Жанды басқа түске қоямын. Бүкте тұрмын. Мына кнопканы бассам, істемей қалады. Қосам, міне істеп тұр. Именно мынаны для себя қойып қойдым, чтоб осындай болу үшін қолмен өшіре алатындай. И пультпен жұмыс жасаймын. И хоп. Короче, ол астына мына жерде лента. Вот лента жапсырылған. Лентаның проводы мына жерде жүрген, короче. Астымен жүргіздім. И мына жерде міне точно көрсеңіздер, мынадан артына жүргіздім. И поликтің астына жібердім. Міне проводок. И тура солай екінші жағында да поликтің астынан жібердім. Мына жақ шетпен келген. Екіншісі тоже самый. Мына жақтан өткіздім мына проводтардың арасынан. И вот міне менде собственно диодтың өзін отыр. Көрсеңіздер вот. Шақтан кезде. Все, история начинается. Сейчас. Был масса рейнджмен, он был сам таза рейнджи ганджамен. Он минус бит, там a kill beat, маран керек доллар. But you still pimpin', drinking, smoking, insane. Oh yeah. I was on some brand new shoes, and the people just there, so I love to park it, and I just put a computer. Мынандай вот буфер орнатып, өзім дрифтермен жүргем, үй жаққа келсем, сол жақ фарамның, короче, ближний жанбай алды. И оң жақ фарамның дальний жанбай алды. И менде туманика екеуі жанбай тұрған еді. Мен соны уақытша, короче, лампочка салып тастаған келді. Тағы бір нәрсе, менде мынандай лепесток істемей қалды. Когда мен поворотник жаққан кезде, мынау қақып кетеді. Солға барсам сол жақта, оңға барсам оң жақта кетеді. Но мен бірақ мынаны тегін алдым. Бұл, короче, танып адамнан подарок былай айтқанда. Уақытша. Ощущение, что ближний нормально болу үшін мен V-Luch деген 2000 теңгеден тұратын скидкамен өзіміздің танысаға бардым. 1000 теңгеге алдым. 30% жақсы шығады. Бұны мен, короче, ближнийға салам. Ал мынадағы бір жеу жанбай тұрғанда, оны дальныйға салып қойсам, дальныйға болады қалған үшін. Потом строп қоятын боламыз. Оған дейін жүземіз. Мынау уақытша ғой былайша айтқанда. И уақытша ақша жинап туманканы алғанға дейін Osram деген компанияның турецкий. Осырам дей ма? Осырмаймыш. 2,5 теңгеден тұрады, 2 лампочка алдық. 2,5 тұрғаннан 2000 алдық, тоже таныстарды. 5 теңге тұрады. Общий итог сумма на хай шығады. Десятканың фарасын артынан крышкасы вот осыны ашасыздар, короче. И андай лампочка отсегінде андай темір вот осыны бүйтіп қайтарсаңыздар лампочка шығады. Соны алам. Енді мынау өзінің бұрынғы простой, именно 30% қалған лучше жанат деген V-Luch соны салдық. Мен бір айтымсасын көреміз. Туманиканы шешіп алдым. Екі болтпен шешілді. Үстін жағынан ажыраттым, чтобы былайынан алыну үшін. И өздеріңіз көріп тұрғандай мен ішінің бәріне, короче, лай толған, трещинасы бар. Короче, уақытша лампочка сақ қоямын қазір. Одан кейін не істейміз? В будущем нормальный туманик саламыз. Жай ғана автоканалының автордың реакциясын көруге келдік. Мына жерде парковкадан бағана өткенде көрдік, короче. Келдік, мерекетіне. Тренировкадан шықтам, баратын жерде парковкада тұр машина деді. Короче, келдік, реакциясын көреміз. Қалдысын бағанан алындық. Тұр ғой, короче. Осының машасы. Жанына қоямыз, короче. Тұр, жай ғана Давай сюда, камерамен как положено. Да? Ассалаумалейкум. Қайсың? Ассалаумалейкум. Қанат, короче, бүгін бірінші саған көрсетуге келдім, короче. Ой, көккілерін көрсетпеді, көккілер. Ол, кто там? Не, машинаға отырсай, досым. Алдыда отыршы.
Көп аламыз достар. Бірінші Зажиганиядан. зажиганиядан. Ай, буй. Жасыл, көк, ақ и лента. И артында да бар. Что там, қалай брат? База, сос. Оу, алғашқы не, енді болсын, алғара. Короче, брат, музыкамен ойнайды. Енді самый топовыйын қараса сен, родной. Қазір. Айбой! Что там? Пятый элемент, правильно? Пятый элемент, короче. Ну что их звать? Да. Пока чайында тұр. Ну чисто. Это вот это. Брат. Таза чисто баспайды. Ешқандай бұрр. Пока. Кішкентай мәселесі. Будущем тоже алға болады негізі. Мынаны заман қашырып Ну, все, родной. Аш багажник. Все, брат. Болсы, короче, все. Брат, еще наңға. Начало вообще. Брат, музыка болып тұр. Казахша рэп, бит, блядь, кайфтесін дейді ол. Бит, мама, kill beat, маған керек доллар. Не істеу керек? Конечно, Али бауырымыздың ключ насина сарнасына тіркелу керек, лайк басу керек, по-любому енді. Еңбекті бағалайды деген ойдам, қолдайтын сендер ғана. Поддержка беріп кетіңдер. Сен каналында біраз подписчиктер кетті. Біздің жігіттер қолдайды, но автовод жақсырады. Неге дайындалыпсың ба, родной? Реванш скоро. Ооо, реванш Асың таза алатын. білесің ғой мен. Любой момент па? Все, болды, короче. Достар, құдай қаласа, екінші реванш болады. 2.50, короче. Біздің жігіттер білесіңдер ғой аты сайтын. Так что, братан, Да, қар да, сумка брат. тазаланып ал. Турбо қойбасаң да, брат. Все, родной, короче. Келесі брат. видеоны. Все, брат. Тіркеліп кетіңдер, братандар. Все, рахмет. Вот, короче. Енді Бека деген досыма келді, Бекжан деген бауырым. Машинаны тек стоковый состояниеде көрген ол жігіт. Онда тұрып, өзі де келіп жатыр екен, ғой. Тұмардың кеп атқанын қарасай. Тұмар. Ебать! Что там, родной? Алсыш, алсыш. Барсыш, потолок, умного. Бекерден бекер сұраттан жүртім бекер. Ютубқа родной. Сол, родной, мені. Бағажыға, потолок. Артынан қарсы, артын микрофон қоймайды. Деп, базар жауын. Брат, ол фигня, короче. Қалай істейді ме? Жоқ, қалай мынау. Потолокты осылай айтасың ба, родной? Потолок фигня ғой ма? Қазір мен маған жер досым сен. Вообще ғой, не алды мен? Что там, родной? Что там? Маған оқсайшы досым, көтеріп Пятый элемент бар досым. Бар. Жарамсың бе? Алса, брат, ключесіңдерсің. Қаланың бәрі естейді, короче. Тюнинг. Қалай, брат, нихуя ма? Айтар сөз жоқ. Абдышы, брат. Енді досым, не істеу керек бұл нәрсе үшін? Подпискамен лайк қой. Осы сөзге лайк қой, короче. Жігіттер, Подпискамен лайк. Бека досым айтқандай. Лайк қой, родной. Жігіттер, короче, Бека досым айтқандай, каналға подписаться, лайк бас, комментарий жазып кетіңіздер, енді келесі қандай тюнинг керек дегендей. Алдыңғы видеода менде мынандай проблема болды. Авторский права деп, алдында машинаны түсірген видеода өшіріп тастаған болатын. 1,5 минут. Оның авторский правасы жоқ деп айтқан еді, негізі. На самом деле бар екен, и маған жалоба түсті, пришлось өшіру керек болды. Енді амал жоқ, өшірдім, қанша жерден видео
видео әдемі шықса да. Енді түсінесіздер деп ойлаймын достар. Қазір Арманға бара жатырмыз. 10 секунд сіздерге просто буфердің қалай ұрып тұрғанын, пятый элементтің қаншақты жақсы екенін көрсету мақсатында мен сіздерге түсірдім осыны, короче. Сол қазір Арманның реакциясын көретін боламыз достар. Арекен айтқан жерге келдік. Арекен өз тұр. Хоп, реакциясын көреміз. Ареке, дос. Давай, что там? Видео бастап кеттің ба? Басып кеттік, короче, көрейік ал. Бірінші чөнинг машина. Алдын бастап көрсетім. Сразу алдың ана. Именно қандай ой бар, не деп ойлайсың? Или как, короче, сразу көрсетсең. Звездное небо, да более примерно. Короче, родной. Дың. Наңары. Дың. И наңары, родной. Короче, буферге настроить еттік та? Ё-ма, айтып қойдым ба не? Айтып қойдым. Настроить еттім сонымен? Буферге настроить етеміз, ә? Қанымен газ көрем ғой? Мына нәрсеге қоям. Өшті, ә? Хоп. Әрекет. Хоп. Короче, звукқа реагировать етеді. Да. Чорт. Ha? Ver. Tıks. Dang. Hoş. Короче, Aynen. звуктағы битке подбит ұрады, короче. Все там музыка. Микрофон аяқтан ам? Ver. Микрофон, короче, микрофон на жерде. Короче, ударға реагировать етеді. Енді родной сын. Главный қызықты көрсетші. Ол фигня, буферді көрейікші жүрш. Қандай буферді көрсетші? Қытайсы 1600 ватт, 900 ватт, 2000 ватт шығар. Ема, пятый ма? Пятый элемент. Неше ватт мынау? 1800 ватт. Йо, молодец я. Бәсиш. Звондайды да, короче. Арман 100 мың жібер. Не болды қоям? Брат, видео көресің. Все, родной, осы, короче. 2 күннен бары бітірамай жүрген видео осы біттік бүгін. Проектті өзіне алып келіп көрсетіп. Нормально пока бас. Әдем кетіп Все, осы әрекет. Лентаны қойдық, проектті жасадық, буферді орнаттық, настроить етсек енді болды сонымен, короче. Енді әрекет осы еңбекті не істеу керек енді? Өзің айтшы. Бұл еңбекке енді... Ашасын бөлейін ба? Короче, достар, Алидің каналына тіркеп лайк басып ұмытпаңыздар. Бұл сол 3 айда енді білеймін, Али әдем қылып шығарып беремін деді ғой. Бұйыртса, қанша теңге кеттің, оның бәрін айттың ғой видеода? Айттым. Болды, әдем. Каналға тіркел, лайк басып ұмытпаңыздар, ал сіздермен бірге болған Ареке және де ключ на 17 канал. Давай. Все, брат, жақсы.